Өйткені ол кісілермен сен орамал салмадың ба, сен бүйтпедімге дейін кешсе қоятын адам емеспін. Мен бұл менің өмір бойғы өзімнің имиджім деп айтайын. Ал енді бояуыма келіп қайта-қайта қайталайтын болса, айта берсін, онда мен міне кремнің мына түрін жағам, мен коллаген жағам, мен боянам. Бұл туралы да бір керемет недер көрсетіп, жаңағы видео салатын шығармын отдельно. Сондықтан жай ғана айтып өткен дұрыс деп ойлаймын. Ал енді ана бір кешегі бужай деген тағы айта кеткім келіп тұр. Бужай деген сөзді біз есік алдында шыққан кезде үнемі Мұстырқадан кезінде бір керемет қызметте болған, керемет бизнесмен болған, әйел бала шағасымен, отбасымен бірге тұрған адамдардың бужай болып сақал шашы, мұрты өсіп, алба жылба. Енді мен оны бүйтін керген жоқпын. Биттеп құрттап жүрген адамдарға да ол сөзді айтпаймыз. Мен ол кісіні кешірмедім деп айтайын. Кеше ол туралы жаздым. Ол кісі шығып бір жақсы бір не қойса да болушы еді. Белгі өзінің қата кеткенін біліп тұр деп ойлаймын. Сондықтан біз тиктокта отырмыз деп бір-бірімізді жаңағыдай итеріп, жай жазуға болады комментарияны, бірақ тексеріп, тимейтін жеріне тиіп, жанталасатындай күйде емеспіз деп отырмын. Өмір қысқа деген менің бір өлеңім бар. Өмір қысқа, сыйласайық әр кезде деген мағына ғой. Ол өлеңді айтатын шығармын. Сондықтан сыйластығымыз біздің таусылмасын. Біздің осы күнге дейін бет пердемізді ешкім ауыстыра алмайды. Мен жаңағы орамал тағып мына жерлері сасып жүрген неше түрлі жастарды көріп жүрмін. Ашық малғанда иіс шыққан. Көбі мына неге больницаларға барғанда көремін. Мен оларға ештеңе деп айтпаймын. Ол өзінің